Қараңыз, ешкім қазір күн суықта желең, киімсіз далаға шықпайды. Өйткені ақыл бар. Суық пен ыстықты ажырата алатын. Ешкім түнде жарықты сөндіріп қойып, тамақ ішіп, күндіз түскі аста светті жақ, тамақ шек деп айтпайды. Неге? Өйткені бізде жарық пен қараңғыны ажырата алатын ақыл бар. Ешкім көршісінің үйіне көлікпен барып, көрші ауылға жаяу бармайды. Өйткені бізде ақыл бар, алыс пен жақынды ажырата алатын. Бұл жағдайдың бәрінде біз ақылымызды қолданып жатырмыз. Дұрыс. Енді қараңыз, арақ ішетін адамдар неге осы кезде адал мен арамды ажырататын ақыл бізде істемей жатыр? Бағана ыстық пен суықты, қараңғы мен жарықты, алыс пен жақынды ажырата алатын ақыл бар еді. Неге сол ақыл арам мен адалды ажыратуға жұмыс істей алмай жатыр? Ол адамдарды ақылы жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ олардың ақылдары дәл осы жерде ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Қараңыз, менің сөзім емес. Жарайды. Ренжіп жатады бізге, қатты айттың, олай бұлай. Алла тағала айтады, көп ішкен кезде адамды есінен тандыратын нәрсе тамшысы да харам. Сіз мұсылмансыз, мұсылманмын дейсіз, Құранға сенем дейсіз. Бірақ арақ жайлы айтса, сіз ойлайсыз, молдаға қарсы шықтым деп. Бірақ Аллаға қарсы шығасыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарың кім десе, Мұхаммед деп айтасыз. Бірақ сөзіне ермейсіз, қарсы шығасыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, Аллаға, қараңыз қандай ауыр сөз айтады, жігіттер. Аллаға ақырет күніне сенген адам. Жай Аллаға ғана емес, Аллаға және ақырет күніне сенген адам ішімдік қойылған дастарханда отырмасын дейді. Енді қараңыз, пайғамбар Мұхаммед дейсіз де, қарсы шығасыз ба тағы да? Жігіттер, ойланатын уақыт болды. Ойланышшы, дастарханыңызды арақ қойып, Алланың рахымынан ұзақтаған дастарханнан қылмасаңызшы. Бұл дастархан, ертең сенің ұрпағың, балашаған, артыңда келе жатқан тегің отыратын дастархан ғой. Оларға Алланың рахымынан ұзақтаған, Алланың рахмет періштелері келмей кеткен дастархандарды қалдырып кетпесейші оларға. Біз қазір, жігіттер, Құдайдан емес, Құдадан ұялып, Құдайдан емес, адамнан, басшыдан қорқатын заманда тұрмыз. Рас. Болды ғой, шынымен де, жігіттер, ойланатын уақыт келді ғой.